Ағымдағы жылдың 16 наурызында мемлекет басшысы мерзімді әскери қызметін өткерген әскери қызметшілерді запасқа шығару және Қазақстан Республикасы азаматтарының 2026 жылдың наурыз, маусым және қыркүйек, желтоқсан айларында мерзімді әскери қызметке шақыру туралы жарлыққа қол қойды. Осы құжатпен кезекті әскерге шақыру науқаны бастау алды. Шақыру науқаны заңнамаға сәйкес жүргізіледі. Оны ұйымдастыруға жергілікті атқарушы органдар жауап береді. Олар шақыру комиссияларын құрып, азаматтарды хабар етеді. Әскери басқару органдары шақырушыларды есепке алып, қажетті құжаттарды ресімдейді. Шақыруға кейінге қалдыруға немесе босатылуға құқығы жоқ 18 бен 27 жас аралығындағы ер азаматтар жатады. Қазіргі уақытта шақыру үдерісі цифрландырылып жатыр. Атап айтқанда азаматтарға шақыру SMS хабарламалар жіберіледі. Бұндай хабарламада ресми шақыру болып есептеледі. Оны алған азамат әскери басқару органдарына келуге міндетті. Медициналық тексеру азаматтық денсаулық сақтау саласының мамандары жүргізеді. Дәрігерлер әскери қызметке жарамдылық санатын анықтайды. Заңды негіздер болған жағдайда азаматты кейінге қалдыру немесе әскери қызметтен босату беріледі. Әскери қызмет азаматтың конституциялық міндеті. Мемлекет мерзімде әскери қызмет өткеріп жатқан азаматтарға қолдау шараларын қарастырылған. Атап айтқанда кредит каникулдар беріледі және жоғары оқу орындарына ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижелерін есепке алмай мемлекеттік білім беру гранттарына түсу мүмкіндігі қарастырылған. Сонымен бірге әскери басқару органдарына дәлелді себепсіз келмейтін азаматтарға Қазақстан Республикасының заңнамасына сай жауапкершілік бар. Жағдайға байланысты азаматқа әкімшілік жауапкершілік шаралары қолдану мүмкін. Ал әскерге шақырудан қасақана жалтарған жағдайда қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Қорғаныс министрлігі азаматтарды тек заңды нормаларға пайдалануға шақырады.